Елбасы айтқан кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру үшін шәкірттерді университет қабырғасынан бастап дұрыс тәрбиелеу қажет. Себебі бүгінгі студент ертеңгі маман. Осылай деген мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өңірдегі өкілдері Түркістанда студенттер мен мемлекеттік қызметкерлер арасында арнайы пікірсайыс ұйымдастырды. Қазақстан бүгін және болашақ деген тақырыппен өткен шара облыс орталығындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өтті. Пікірсайыс кезінде студенттер мен мемлекеттік қызметшілер екі жақ болып ой бөлісті. Мәселен, біліктілігі жоғары мамандар қазіргі мемлекеттік қызметтің қыр-сырынан хабар берсе, студенттер жағы біздегі бұл салаға сырт көз ретінде баға берді. Сондай пікір айтқандардың бірі 4-ші курс студенті Жансая Сапарқұл. Талапты шәкірт мықты мемлекеттік аппарат құру үшін қоғамдық сананы өзгерту керектігін алға тартты. Әрбір азаматтың санасы оянған кезде, осы сыбайластық, жемқорлық дұрыс емес деген нәрсе болған кезде, онда біздің Қазақстанда осы проблеманы шеше аламыз деп ойлаймыз. Қарапайым тұрда Сингапур немесе Гонконг мемлекеттері. Осы рейтингті қарайтын болсақ, 7-ші орында, 20-ші орында өте аз ол жақта. Себебі неге? Ол жақта әрбір азаматтың санасын оята білгенінің әсерінен. Бізде осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасында кез келген азаматтың санасын оята алуымыз керек. Сол кезде біздің мемлекетте жарқын болашаққа мықты қадам басалады деп ойлаймын. Сондай-ақ шара кезінде студенттерге өз алдына шешім қабылдау, алға жоспар құру, соған жету жолдары түсіндірілді. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке қалай тұруға болатыны жайлы да мәлімет берілді. Департамент өкілдерінің айтуынша, бүгінде мемлекеттік қызметке тұрудың жолы біршама жеңілдеген. Кәсібилігі бар, жалпы білім деңгейі жоғары деген жастарды көптеп осы мемлекеттік қызметке тарту жолында жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Енді қазіргі таңда бізде бос лауазымдар бар деп айта аламыз, себебі отбасылық жағдайларына байланысты Шымкент қаласында қалып қойған мемлекеттік қызметшілер де бар. Пікірсайыс соңында ұтымды ой айтып көзге түскен шәкірттер департамент тарапынан алғыс хаттармен марапатталып, республикалық сайыстарға жолдама алды. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылғасын, Нұридин Ысқақов, Тұран Ньюс.